6 айдан кейін 3 ай 6 айдан кейін сөйлесеміз да. Қазір Айдардың осы айтып жатқан сөзіне жылдап уақыт кетіп қалады да. Нені көрдім? Үлкен заказды көрдім. Не істедім? Азар контракт алып қоямын бұл жолы, хотя бы комиссиямды алайын дедім да. 100 000 долларлық аккаунт. Сондықтан мен жаңағы 500 доллар риск қоя аламын да. 400 доллар көп нәрсе. Рискпен қойып отырамын. И мына жерде 10 контрактпен кірдім, өйткені мынаны бұзса астыға кетіп қалатынын білемін да. Потому что менде point of control деген нәрсе бар. Қайта кірмеймін. Өйткені мен daily стопым орындалды да, все. Мен дальше рисковать еткім келмейді. Даже плюсовой жаққа істей алсам да, біз өйтіп болжай алмаймыз ғой. Плюсовой екенін мен 100% уверенный Біз емес. сіздерге үйреткен системамен бірдей, сол қанша контрактқа дейін есептеп та, стоп лоссыңыз қанша, профиттеріңізге дейін. Негізі көп жаңағы трейдерлер осы қанша контрактпен кіру дисциплинасын бұзып жібереді. Сосын стопты қою дисциплинасын бұзып жібереді. Бұл кәдімгі система тәртіп та. Бұл бұзылды, болды. Басқа қандай стратегияң керек? Если вдруг сен бүгін 5 контрактпен, ертең 10 контрактпен жасағаныңды мен көрсем, сенен ұзақ мерзімдегі, мен 1-2 айда айтып отқан жоқпын, 3 айда айтып жатқан жоқпын, 1 жылдық доход пайдаға шықпайды олардан. Олардан пайдаға шықпайды. Контрактының саны 2-3 есеге өзгерсе, иә, бір 5 контракттың орнына 6 контракт, 7 контракт, 1-2 контракт қатты мешать етпейді, если жаңағы уже профессионал деңгейде. Бірақ сонда да ол тұрақты болу керек. Иә, азайтуға болады 5 контрактты, мысалы 2 контрактқа, 3 контрактқа азайтуға болады, бірақ көбейтуге болмайды. Осы сенің былай айтқанда бірінші дүние. Контракттың, мысалы саған MES түсінбей қой, бірақ MES-ті 5 контрактпен жаса, болды. Саған арғатай басыңды істеудің қажеті жоқ. Оны біз есептеп қойғанбыз, қанша профитті боласың, қанша минусты боласың, болашақта қанша болатын. Оған уже великті біреу ойлап тапқаннан кейін сен қайтадан великті қалай құрастыру керек емес. Саған просто велик берді ма, мініп кете бер. Мініп кете бер да. Системаны көрсетті, иә, осылай деген сияқты. И контракт саны маңызды. Бір ма, екінші, ең маңызды, одан да маңызды тұрған стоп лосс қойды. Стоп лоссты осы сабақтың бойында, мысалы, 2 күнде 2 сделкадан десек, примерно 20 күн трейдинг болса, 40 сделкаңның 40-да бәрінде стоп лосс болады. Сонда сенде кішігірім әдет пайда болады да. Келесі айдан бастап сен уже 50 трейд болады. Сонда сенде 100 трейдтің статистика бойынша бәріне стоп лосс қойсаң, ол адамнан уже трейдердің алғашқы несі шығады. Өйткені ол уже тәртіп сақтау білді. Ең маңызды тәртіп. Сосын жаңағы профит алып отыру. Пока что сіздерге профит ерте ал демейміз, мүмкіндігінше ұзағырақ ұста деп жатқанымыз трендте отыру үйренсін. Өйткені тез кіріп тез шығатын болса, онда минут секундпен шығатын болсаң, окей, жасап көр. 1 жылдан кейін, жарты жылдан кейін сөйлесеміз да. 1 жыл, жарты жылдан кейін сөйлесеміз, не болатынын. Мысалы, мен қазір қарасаң, 52-ден 46-ға дейін 1 секундта ғана 5-ақ қойын құлай салды. 5-ақ қойын құлай салды. И ол секундпен жарысатын болсаң, ол алгоритмнан жеңіп шыға алмайсың. Мүмкін 1-2 күн, мүмкін 1-2 ай. Бірақ сол тапқаныңды қайтадан маркеттің тездігімен жарысатын болсаң, бұл айтқанда алдында айтқандай компьютермен жарысуға қажет жоқ. Бізге керегі жалпы бағытты анықтау керек та. И бағытта мүмкін бір дұрыс жерден кіру керек. Мысалы, менің кірген жерім негізі алғашқы 2 онша емес, мысалы да. Мына жерден лонға кірдім. Сөйтіп астына құлақ дегенде стоппен шықтым. Бірінші стоп. Бұл болады бәрінде. Қандай профессионал болсаң да стоппен шыға алу керек. Иә, мына жерге кіріп қайтадан көтерілді ғой. Жоқ, менікі 5 point па 5 point ұсталды. Өзгермейді. Сосын қайтадан жерге келген соң қайтадан кірдім. Қайтадан кіріп Бес контрактпен кіріп отырсыз ғой да? Подожди. Мен сізге сөйлесіп айтып отырмын ғой. Мына жерден кірдім. И көтеріліп келіп мына жерге келген кезде уже маған примерно 10 point беріп тұр. 10 point берген соң менің стопым кірген бағаға жылжиды. 2 есе болған кезде. Немесе мен мына жерде айттым ғой, мына жақтан үлкен сатушылар көрдім, 3 мың, 4 мың деген контракттарды. И осы жерде мен профитімді 1-2 рет алып қоямын ба дедім да, бірақ қайтадан главный стопым жылжысын, мына жақтан профит алуын, чуть-чуть pullback жасайтын шығар деген өйтіп жасаған жоқ, көрдің бе? Алып та тағы да бір тазалады. Бір тазалап келген жерден уже мені кірген бағамнан шығарды. Сосын мына жерден қайтадан кірдім. Сонда бірінші сделканы жоғалттым, екіншісінде қайтадан кірдім, 1-2 күн өзімнің кірген бағамнан шықтым. Көбісі осыны қайтадан стопқа жылжысын. Егер де мен мынаны қайтадан стопқа жерге жылжытатын болсам, мен 2 рет жоғалттым, болды, трейдинг тоқтатуым керек. Бұл жерден қайтадан құлады, тағы да сол қайтадан сатып алушыларды көрдім. Қайтадан кірдім, стоп қойылды. 5, сіздерге айтып отырмын, 5 мини контрактпен кірдім деп отырмын ғой. Сіздерге нені айттым, мен соны жасап отырмын. Оны қайта сұрап, қанша контрактпен кірдің? 10 контрактпен кіретін шығармын, может 15 контрактпен кіретін шығармын. Бірақ мен сіздерге айтқан 5 контрактпен мен не жасап отырмын, мен сізге соны көрсетіп отырмын. Ал оған сенбей бүйтіп сұрақ қоятын болсаңыз, онда мен картинаны көрсетіп отырмын ғой. Короче, бұл жерден кірдім, дәл сонда осы жерден кіргеннен кейін 10 point көтерілген кезде, дәл осы жерге келгенде тағы да нені көрдім, үлкен заказды көрдім. Не істедім? Азар контракт алып қоямын бұл жолы, хотя бы комиссиямды алайын дедім да, 5-тен біреусін ғана алдым.
стопымды жылжытып қойдым, кірген бағаға. Мына жерлерден қосуға бола ма? Қосуға болады. Бірақ менде алдында бір минус болғандықтан мен қосуыма болмайды. Мен үшін қосуыма болады. Егер де осының алдында, бірақ қарасаңыз бәрі лонг. Бәрі лонг. Мен шорт жасап отырған жоқпын бұл жерде. Кірген жерімнің бәрі дұрыс жер ма? Жақсы жер. Тек қана мынау сұйықтар бар да, тазалаулар бар. Ал мынада мен шығуым керек қой. Сосын көтерілді. Сосын стоп уже өзімнің кірген бағамда и дальше көтерілді. Дәл осы жерге келген кезде не істедім? Бүкіл заказ кірді, профит алып қоямын. Бір талдан мына жақтан екеуіне шықтым, мына жерге қалғанына шығып кеттім, болды. Ары қаратай ұстау, ары қаратай кете ма? Иә, 6970-ке дейін кетіп қалуы мүмкін, 6980-ге дейін кетіп қалуы мүмкін. Бірақ менің система бойынша тоқтатуым керек. Мысалы мына жердегі шоттардан $200, енді мына жерде FTO ноуды көрсетейін. Мысалы кешегі бір сделка $300, бүгін 300 сделка, да, біреусі лосс, біреусі брейк ивен. Лосс болғаны мысалы $150 жоғалып минус болған, да, и минусымды ақтап берді, еще плюсқа шығарды. То есть жетеді, да. Значит, ол мен білмеймін, мен қанша табатынмын, мүмкін 1000 тауып кетуім мүмкін, мүмкін 600, мүмкін 700, мүмкін 200, мүмкін 100. Мен ол суммаға қарамауым керек, жаңағы сделканың несімен, да. Мына жерде факторға қарайтын болсақ, жеңіске жету 75%, да. Негізі мынау түседі әлі. Где-то бір 30 пен 50-дің арасында болу керек. Просто қазір, наверное, маркет жақсы, 75% болып тұр, да. А егер біз 30-40, наверное, кішкене артықта болды. Average profit, да. То есть орташа профитім $200 шамасында. Мынаны енді бастаған счет болғандықтан мен ақырын бастауым керекпін, ақырын көтеруім керекпін. И average loss, то есть менің жоғалтқан ақшам, мен тапқан ақшамнан шамамен бір есе, да, бір есеге жетпесе де, ну, аз, да. И sharp ratio, profit factor, былай айтқанда 3-4 есе, 4 есе шамасында, ну, ары кетеді 1,5 бар, да. И то есть осылай қанша сумма тапқан емес, осының несімен керек, кейде болуы мүмкін, $1000 немесе $1500 маркеттің қозғалысына байланысты, да. Мысалы мен бір сделкамен кірсем, жаңа, егер менің бағытыма келсе қосатын болсам, онда бұның 3-4 есе шығаруға болады. Дәл солай ертең менде минус болуы мүмкін. Минус болатын болса, шамамен мысалы $200-250 шамасында минус болуы мүмкін. И тек қана сол екі сделка. Екі минус деп жатқан ғой. Екі минусым алдым ба тоқтатамын. Ал бір минустан кейін бір брейк ивен, екі брейк ивен, брейк ивендерім былай айтқанда кірген бағадан көтеріледі, сөйтіп өз бағама стопты қоямын ғой, соны шығарып жібергенде мені брейк ивен деймін. То есть ол минус емес, тек қана кірген бағамнан шықтым, да. Осы системаны күнде, әр күні осылай қайталану керек. Чуть-чуть өзгертіп жібер, ақылды бол, бүйтудің қажеті жоқ, да. Бұл жерде бұл жұмыста ақылы болған адам жеңіске жетпейді. Просто дисциплинамен жасайсың, солай ғана жұмыс жасауға болады. Сен көрсетесің, Майдар? Аха. Так, көрсете салсам болды. Так, сен өшірдің бе экраныңды? Так, басында мен мына жақтан кіргенмін. Так, экран көрініп тұр ғой. Получается, мен мына жақтардан тоже Жалын мырза сияқты кіргенмін. Примерно бірдей болып тұр ғой кірген жерім. Бірақ мен мына жақтан қосқанмын. Стоп-лоссым мына жердің астында тұрған. Мына жерде отырдым. Менің средний кірген бағам мына жақтан тұрды. 10 контрактпен отырдым. Былай кеттім манипуляциямен, мына жерге ілініп, мен мына жерден стоп-лосс алдым. Бірінші стоп-лоссым примерно $200-300. Өйткені мен кірген бағам мына жер 10 point емес, одан да кіші болды. Сондықтан бірінші стопым, міне мына жерде көрсетіп тұрған. Мына жерге келген кезде стоп-лоссыммен шығарып жіберді. Одан кейін бірден манипуляция екенін түсініп, короче, заказдарға қарадым да, мына жақтан қайттан 10 контрактпен бір-ақ рет аштым. И менің стоп-лоссым өте жақын болды. Өйткені мен күніне мысалы $500 риск қоямын да, потому что мен мынау $100,000 аккаунт. Сондықтан мен жаңағы $500 риск қоя аламын да. 400-500 примерно, да. Ну, бывает, что 400-500-ге жеткен күні аз, бірақ $400 көп нәрсе. Рискпен қойып отырамын. И мына жерде 10 контрактпен кірдім, өйткені мынаны бұзса астыға кетіп қалатынын білемін, да. Потому что менде point of control деген нәрсе бар. Өзім кейін айтып түсіндіремін. Структура бойынша мынаны бұзатын болса, астыға кетіп қалады. Лучше мен дұрыс жерден шығып кетейін деген оймен мынадан қайтадан ашып, мына жерде стоп-лоссымды қойдым. Сонда деген менің стоп-лоссым так 29 болып тұрды, кірген жерім 32 болып тұрды. Сонда 4 point па? Даже 4 емес, 3 point.
3 point стоп лосс қойып отырмын. Мына жерде жоғалтатын ақшам, сол жоғалтсам, жаңағы $200 үстіне тағы да 250, где-то $200, сонда менің дневной нормам $400, 400, $500, короче, орындалады екен, егер стоп лосспен шықсам. Мен дисциплинированно жасаған соң, жаңағы тәртіппен жасаған соң, егер осыдан стоп алсам, мен тоқтар едім, болды, жасамаймын. Конечно, кейбіреулер мына стоп алды, мына енді шортқа кетті ғой деп қайтадан шортқа кірер еді да, бірақ менде ондай жоқ. Мен егер стоп алдым ба, өзім ережеме сай рискімді қабылдаймын да, сол кезде тоқтаймын. Ол дальше баға ағып астыға кете бере ма, кете берсін менсі. Бірақ мен оған дейін жаңағы өзімнің жоспар бойынша лонгқа кіру керек болатын, бір кіріп көрдім, стоп алып, екінші рет кіріп көрдім, егер стоп алып болсам, қабылдаймын да шығып кетемін. Енді өйткені одан көп стоп алуға дайын емеспін, потому что мен уже мынаған жетіп қалдым да, осы жаңағы өзімнің күнделікті беретін стопыма. Осыдан кірдім, стопым жақын, отырдым, бірақ мен бөліп сатпадым, потому что мен заказ көріп отырмын, и плюс жаңағы бірге қанша жасал, сонда бірге 5, 6, 7, даже 8-де жасалған шығар, мына жақтан. И мына жаққа келген кезде бір-ақ шықтым. Тура, наверное, снайпер шығып кеттім да, мысалы жаңағы. Мен өзім 1-5-пен шықтым ғой. 1-5, окей. Менде 1.50-1-5-пен шықтым ғой, тура сондай. Міне осы жерден шықтым, и сонда бағанағы минусым жабылды. Бірінші стоп алған минусым жабылды, и оның үстіне $724 табыс кірді. Сонда жаңағы риск пен табыс қатынасы сақталған да. Енді жаңағы перформансты көрсетсем, менің win рейтім 77. Окей, нормально. Енді, нормально. 77 деген это уже вундеркинд ғой. Вундеркинд. Ты слишком скромный, брат. Ну, не знаю. Не надо быть скромным. Жаңағы айтқаным, мысалы деген мен жаңағы мына күні стоп лосс алдым. Мынау 6 трейд жаңағы Жалмырза сияқты жаңағыдай бөліп сатқанды көрсете береді да менде. Жалмырзада жаңағы әр трейдті бөліп жаңағыдай қанша бөліп сатса да бір трейд көрсетеді екен. Мына топ степта бөлек көрсетеді. Мынау деген негізі 2-ақ трейдім болған. 2 трейдтен жаңағы $250, $200 стоп лосс алдым, тоқтадым. Одан кейін баға ағып кетті, кажется, нормально кетті да. Қайта кірмеймін. Өйткені мен дейли стопым орындалды да, все. Мен дальше рисковать еткім келмейді. Даже плюсовой жаққа істей алсам да, біз өйтіп болжай алмаймыз ғой. Плюсовой екенін мен 100% уверенный емеспін. Ол да стоп лосс болып кетуі мүмкін. Сондықтан мен ондай риск қабылдамаймын, мен статистикамен трейд жасаймын да. Ол қазір Айдардың осы айтып жатқан сөзіне жылдап уақыт кетіп қалады да. Не обучение. Обучение там 1-2 айда бітуге болады. Бірақ қазір мен айтып жатқан дүниесі басында заң болып қалыптасу үшін, который қандай кезде болса да сынбайтын, оған жылдап керек та. Ал егер де сен басында дұрыс бастап кететін болсаң, ол жылға емес, может бірнеше айға созылады. Как минимум 3-6 ай. Как минимум 3-6 айға сен жоспарламай-ақ қой. 3-6 ай сен осыны тәртіпке орындағанда ғана 6 айдан кейін, 3 ай, 6 айдан кейін сөйлесеміз да. Егер де осы жерде әлі мынау ментальный жаңағы не қалыптаспаса, ол стратегия іздей берудің қажеті жоқ. Осы жерде 90% адам осы жерде құлайды. Осы жерде құлайды да. И мына профит қалай, Бағдат? Четко, мен көріп тұрған, это идеально, 80-90%. Ана экранға түкіріп қой Айдардың бетіне. Тфай. Мына апталар негізі 2 есе табатын апталар болу керек болатын да, бірақ скальп жасаған соң менің жаңағы риск ревордым 1-1 болады көбінесе, 1-1,5 максимум да. Сондықтан мен жаңағы $400-500 риск қойғаныммен маңызды емес жаңағы, мысалы $100, $200, $500, $600, главный тапсаң болды да. Главный плюспен шығу да. Көбісі жаңағыдай біз таргет қойып аламыз, $1000 табамын дейді. Жоқ, ол базар қанша береді, соншаны аласың. Конечно. Тем более алдыңғы апта осындай, өзі сондай апта болды, алдыңғы 2 апта. Алдыңғы апта анау сен 400 жоғалтқан жерде Бағдат $800 жоғалтты ма? Иә. Сен не істедің сол $800 жоғалтқаннан кейін маған бір шот алып беремін дедің ғой. Еще дели? Иә, дели ғой. Бағдат косякқа кірді дейсің ғой. Екінші минусын күтіп отырмын да. Екінші минус сондай жасалса. Бұл маған сөз берді, екінші олай қайталамаймын деп. Сөз адам, сөз өзгереді. Бүгін жақсы дейді, ертең чуть-чуть ұнамай қалса жаман болып шыға келеді сөз. Счетына қарау керек қой. Сонда деген, мына жерден осы сабақта өтетін ең маңызды нәрсе менің win рейтім емес. Мысалы, елдер көбісі win рейтпен қояды. Win рейт деген нәрсені кейін өтеміз. Тапқанымен көрсетеді. Маған мысалы Айдардың мынауы керек та. Мынауы профитынан аз болып тұр ма? Болды да. Болды. Осыған байланысты Айдармен енді бір бас жоғары тұрды. Менің студентім вроде. Там анау-мынауды мен өзім көрсеткен, бірақ не істеді? Бір жылдың ішінде, короче, басы бұзып, өзіме үйрете бастады да. Былай істейсің, былай істейсің. Екеуміздің кірген жеріміз, мен кірген жерімнен жақсы да. Сосын егер де мен ұстаз ретінде сіздерді үйрете алсам, егер де мені үйренген адамдар менен артық шығарып жатса, онда таңғалмаңыздар. Сіздерден де шығады да. Ал ол үшін Айдардың, Бағдаттың жалының айтқан сөзін бұлжытпай орында, артық ой салмай, артығымен орындап кел.
жаңағы бір сделка жаса дегенде, немесе де жаңағы үй жұмысы жаса деген кезде 3-4 бәрін жасап келетін болсаң, онда көп дүние күтуге болады. Окей, сабақты дальше өте берейік оны. Аха. Мына жерден айтып түсіндіріп кететін затым Аха. бар да. Елдер көбісі win rate дейді. Win rate деген мысалы 10 трейд жасаған кезде қанша трейді оның плюсқа жасайтын, соны win rate деп атайды трейдерлардың. Кейін сіздер білетін нәрсе. Мысалы 6 трейдін жасса 60% win rate. 6 трейді плюспен жапса. 4 трейді плюспен жапса 40% win rate дейді да, пайызбен есептеледі. Елдер соған, короче, не дейді да, соны қуалайды. Жаңағы ровно жаңағы мынандай тренд келе жатқан кезде тура мынадан кіріп, тура бүйтіп айналардың алдында тура мына жақтан шығып деген сияқты қуалап кетеді да. Мен олай жасай алмаймын. Мен мысалы мынандай жерден кіріп мына жақтан жасаған бір осы 6 жылдық тәжірибемнің ішінде бір 2-ақ рет болған шығар. Мына жерден кіріп мына жақтан шыққан. Ондай нәрсе Робинс кап қашан басталады екен, соны бір жазылып қойсам. Негізі әлемдік 5-ке кіруің керек негізі. Галадан озып кететін сияқтысыз, әдеге. Ну, бірінші орынға озамын, бірінші екінші орынға озамауы мүмкін, олар енді 300, 400, 200%, бірақ Айдаровтікі бір жылына 100% жоғары жасайды, значит, алғашқы 3-ке кіруге болады негізі. Топ 10-қа кірсем де жаман емес, яке. Артық ақшам болса әдеңеге берерім. Топ 10-ке мен кіретін шығармын, бірақ алғашқы 5-ке кіре алмаймын мен. Қайдан? Я слишком старый. Қайдағы? Сол, елдер win rate-қа асықпау керек та. Win rate дегеніміз жаңағы плюсовой трейд жасауды көздеп қуаламау керек. И сосын мына RR деген нәрсе бар. RR дегеніміз мысалы бір минусқа қанша плюс табатынында. Мысалы біз сіздерге айтып жатқан 1-ге 2 істеп жатсыз, 250 жоғалтуға дайынсыз, бірақ 500 табуыңыз керек деп істеп жатырық та. Ал бұның жоғарылаған сайын бұның күші бұл жақсара береді да. 1-ге 3 дегеніміз жаңа 250 жоғалтсаңыз 750 табуыңыз керек. Ал 1-ге 4 дегеніміз соответственно $1000. 250 доллар жоғалтуға стоп лосс қойсаңыз $1000 жаңағы табысқа шығуыңыз керек деген осы RR деп аталады да. Risk ratio деп аталады. Кейін тағы да бір өтеміз. И сонда деген егер даже сіз 40% win rate-пен, мысалы 10 трейдтің 4-еуін плюсқа жаба алатын болсаңыз, бірақ сіздің жаңағы табыс пен рисктің қатынасы мына RR-ыңыз 4 болатын болса, сіздікі мынау сияқты болады. Бұл сияқты болмайды. Мына жер минус болуы мүмкін, бірақ плюс болған кезде, мысалы -400 болып тұруы мүмкін да, бірақ плюс болған кезде $1500 плюс болады да. Солай тағы да минус, бір тапқан кезде $2000 плюс болады. Сонда мына жақтағы $400 минусын бір плюспен жауып тастайсыз да. Сондай ұмтылу керек та. Менде мына жерде баланс болып тұр да. Мен деген win rate енді 70 демей қойын, 60 бар да. Мысалы 10 трейдтің 6-ын, 7-еуін плюсқа жаба аламын да. Бірақ мен мына жақтан 4-ке дейін көбінесе ұстамаймын. Менікі скальпинг болған соң, менікі 1-де 2 немесе 1-де 1,5 болуы мүмкін да. Сол кезде осындай картина болады да. Плюс, бір минус болса, жаңағы плюспен почти 1-дей болуы мүмкін да. Чуть төменірек болуы мүмкін. Тура мынау менің мысалы риск ratio'м 1-де 1,5 и win rate'ім 60-70% мысалы. Сондайға ұмтылу керек та. Ал егер просто көзді жұмып мынандай риск менеджментпен құр рандомно жасағанның өзінде де всегда плюс болады. Негізі. Бірақ оны істеу елге ең қиын нәрсесі сол да. Ол былай жазып айтып жатқан негізі оңай, бірақ осылай жаңағы 2 трейдтен кейін тоқтап, жаңағы минустан кейін тоқтап, плюсқа бара жатқан кезде до конца жаңағы 2R, 3R'ға жеткізіп отыру деген ең қиын нәрсесі сол. Соны біз мысалы үйретуге тырысамыз да, Жалмырза екеуміз. Жаңағы біздің айтқанда 5 контракт, күнде 2 трейд жасаңыздар деп айтып жатқанымыз сіздерге сондай қабілетті қалыптастыру мақсатымен айтып жатырмыз да. Егер сол жаңағы 5 контракт, 10 стоп лосс, то есть 10 point стоп лосс, 20 point жаңағы нені take profitті күнде 2 трейдпен ашып жаба берсеңіз, мынандайға жету оңай болады. Соны қабілетті жаңағы қалыптастырып алсаңыз, мынандайға жету оңай болады. Ал біз бір шетінен жаңағы win rate, көзді ашып жұмып білмей, ештеңке білмей, құр өрбен сізіп трейд жасасаңыз, сіздің win рейтіңіз 50-де 50 болуы мүмкін. Потому что жаңағы мысалы тиынды лақтырасыз, 50-де 50%, жаңағы орел немесе решка, жаңағы тиын жағы немесе герб жағы түсуі мүмкін да. Оның 50-де 50%, екеуінің жаңағы ықтималдылығы. Ал көзді ашып трейд жасасаңыз, тура ықтималдылығы тура осылай да. А біз жаңағы сабақ барысында сіздерге 50-де 50 емес, жаңағыдай хотя бы 60-қа дейін жеткізуге тырысамыз да. Көзді ашып жұмып алып тұрып трейд жасамай, кішкене өрген қарап, жаңағыдай заказдар оқу арқылы сіздің win рейтіңізді жаңағы 10 трейдтің ішінен 6-ын, хотя бы 5,5-ын плюсқа жабатындай дәрежеге жеткізіп, бірақ ең бастысы мынаны жаңағы қалыптастыруда. Сонда бұл жерде мынау бірінші орында тұр негізі. Мынау екінші орын. Технический анализ екінші орында. Бірінші орында тұратын нәрсесі мынау қалыптасып,
жаңағы қабілетті, жаңағы рискті сақтап трейд жасап үйрену ең бірінші орын. Осы ең үлкен плюс беретін зат осы ғана. Сонда біз айтып жатқан нәрсені, ой мыналар қалай көзді жұмып ашып жауып күнде 2 трейд не ол деп айтпай, күнде автоматты түрде робот ретінде істей беруіңіз керек. 2 стоп алдыңыз ба тоқтайсыз, плюс алдыңыз ба тоқтайсыз, қайттан тағы да плюс аламын деп кірмейсіз. Мысалы да сондай қабілетті қалыптастыру керек. Соның өзі сіздерді мынандай дәрежеге алып келіп тастауы мүмкін. Ал біз кішкене соған көмек ретінде теханализді, үздік теханализ біздікі, мысалы әлемде қолданатын, американецтер қолданатын теханализ бізде. Оған қосымша заказдарды қосып аламыз. Сонда деген даже 60 емес 70%-ға да көтеруге болатын мүмкіндіктеріңіз бар. Түсінікті ма осы жақ? Түсінікті болса, онда фьючерсті жалғастыра берейік. Мынау қазір Айдар мырзаның айтқанын жазып аласыздар ғой, иә? Видеоны ашып, конспект қылып, өйткені ол ереже болып қалыптасатын нәрсе да. Көп адам осы сабақтың соңына дейін кейде соны түсінбей кетеді. Соны жазып, ноутбуктарыңызға жабыстырып қойыңыздар, стикер қылып.